Кеш жарық, мен бүгін сіздерге 200 форманы қалай тапсыру керек екенін көрсетпекпін. Кабинет налогоплательщикқа кіреміз ЕЦК кілттің көмегімен. Бізде қазіргі тапсырайын деп отырғаным жалпыға ортақ режимдегі жұмыс жасайтын ИП-нікі. Подать документ дегенді басып, 200 деп жазып, форманы найди батырмасы арқылы іздеп табуымызға болады. Таңдаймыз осылай, нешінші кварталға тапсырғалы жатырғанымызды таңдаймыз, қай жылға екенін таңдаймыз. Ары қарай податьты басамыз. Вид декларация деген жерге біздің жағдайда первоначальный таңдаймыз. Признак резидентства, резидент РК. Енді бізде жұмыскерлер жоқ, сол үшін 0-ді басып толтырып шығамыз. Міндетті түрде толтыру керек біз бұл жерді. Далее батырмасын басамыз. Табыс салығын келесі жылы 220-ші отчетта көрсететін болғандықтан бұл жерге 0 деп толтырып шығамыз. Так, 4-ші тұрған пенсионка свою пользу дегенді таңдап 8500 теңгені енгізіп шығамыз. Ай сайынғы минимальный пенсионка. Егер сіздер көп төлеген болсаңыздар, сәйкесінше толтырасыздар. Өздеріңіз қанша құясыздар, сонша толтырасыздар. Социальный налог, 2 МРП төлейтініміз белгілі. 8650 теңгені жазамыз бұл жерге. 4325 теңгеден 2026 жылғы МРП сомасы. Социальное отчисление 4250 теңге. 3 айға да толтырамыз. Страховка сомасы 5950 теңгеге. Қанша табыс тапсақ та, барлығымыз 5950 теңге төлейміз медстраховкаға. Работодательдің төлейтін пенсионкасы біз 3,5% төлейміз, яғни 85 мыңның 3,5%, 2975 теңге. Енді далее батырмасын басамыз. Енді біріншісінде біз ИП-мыздың мекен жайы бойынша угода кодын таңдаймыз. Келесіде автоматты түрде өзіміздің тіркелген мекен жайымыз бойынша угода шығып тұрады. Егер автоматты түрде шықпаса, оны қолмен өзгертіп жазуымызға тура келеді. Осылай черновиктен тауып аламыз да, бір рет қарап шығамыз. Салықтар дұрыс төленді ма, дұрыс графаларға жазылды ма, мұқият қарап шығамыз. Одан кейін подписать и отправить дегенді басып, ЕЦК кілттің көмегімен қол қоямыз. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып отырыңыздар. Егер сіздерге ИП отчетін тапсыру, ИП ашу, жабу және де басқа да сұрақтар мазалаған болса, менің жаңағы YouTube каналымда номерім тұр, сол жердегі номерге WhatsApp-қа жазу арқылы менімен хабарласа аласыздар. Міне біздің 200-ші форма отчетымыз тапсырылды. Бұны 3 айда бір рет, яғни квартал сайын тапсырып отыру керекпіз. Жақсы, сау болыңыздар.